Жамбыл облысы алдағы жылыту маусымына толықтай дайын болады. Күні кеше осы мәселе облыс әкімдігінде өткен алқалы жиында талқыланды. Сондай-ақ басқосуда жаңа оқу жылына дайындық барысы пысықталды. Кеңес барысында әуелі жылу маусымына қатысты мәселелер жан-жақты талқыланды. Айта кету керек, бүгінгі күнге дейін бюджеттік мекемелердің жылыту жүйелері 80%-ға дайын. Оның ішінде ережеге сәйкес білім орындары 1 қыркүйекке дейін, ал қалған тұрғын үйлер сынды нысандар 1 қазанға дейін жылумен толықтай қамтамасыз етіліп бітуі тиіс. Бұдан бөлек жергілікті тұрғындарға түсіндіру жұмыстары да жүргізілуі керек. Бұл жерде қазір таңға білім нысандары бізде негізі жоспарға сәйкес 1 қыркүйекке дайын болу керек. Қазір таңға 1 қыркүйекке кестеге сәйкес толық дайын болады. Ал жаңа қалған нысандар бұл жаңа 1 қазанға дейін толық бізде дайын болады. Көмір тасымалдау бойынша негізі жоспар бойынша бюджеттік мекемелерге 1 қазанға дейін толық тасымалдап болу керек. Қазір таңға бізде жалпы 30%-дай көмір тасымалданды. Қалған 1 қыркүйекке дейін біз толық тасымалдайтын боламыз. Сондай-ақ жиында жаңа оқу жылына дайындық барысы да сөз етілді. Онда білім саласына қатысты бірқатар мәселелер көтеріліп, тапсырмаларды белгіленген мерзімде аяқтау керектігі айтылды. Өйткені биылғы жылы жаңа оқу жылында 28 мыңға жуық оқушы 1 сыныпқа барады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда бала санының артқандығын көрсетеді. Осы орайда өңір басшысы білім ошақтарында орын тапшылығы болмас үшін жоспарлы жұмыс істеу керектігін ескертті. Сонымен қатар мектепке жол акциясы аясында оқушыларды оқу жабдықтарымен қамтамасыз ету, білім ордаларын 100% оқулықтармен толықтыру мәселелерін жеделдету керектігі баса айтылды. Бұдан бөлек 1 қыркүйек күні 5 бірдей мектеп қолданысқа берілмек. Осыған байланысты жөндеу көріп жатқан барлық білім мекемелерінің сапасын қарау шарт. Осындай маңызды мәселелер сараланған жиын соңында нақты тапсырмалар беріліп, ол хаттамаға енгізілді. Аят Асқарбекұлы, Марат Таубаев, Жеті News.